Жер құтты болсын. Рахмет, Ғабит Сәбитович. Жемісті болсын. Әмин. Құдай қаласа келесі жылы көлікпен жүрейін деп тұрсыз ғой, су жаңа. Әрине. Қимайсың. Жарайды, жақсы. Жақсы. Мен кеттім оны. Жолыңыз болсын. Ісіңе береке берсін. Рахмет. Кәмшат, енді біздің өз жеріміз болады. Қандай жер? Мен жер сатып алдым. Енді егінді өзіміз егеміз. Мұхтар, сен қандай жер туралы айтып тұрсың? Біздің ауылдан 20 шақырым жердегі алқапты айтам. Ғабит деген кісіден сатып алдым. Сұрақтың астына алғанша қайта қуанбайсың ба? Мұхтар, ол жер мен ойлап тұрған алқап болса, ол жерде ешкім алмай жүргенін мен жақсы білем. Ол жерге ештеңе өспейді, Мұхтар. Мен жатып демалам. Өзіме жыным келеді, Кәмшат. Жыным келеді. Мұхтар, олай деме. Жұрт айта береді. Сен оған мән берме. Ең бастысы, қандай жағдай болмасын, мен саған сенем. Таусыла бермеш, Мұхтар. Болар іс болды. Бір қайыры болар. Жұрт жер астына мұнай шығарып атқан кезде біз мына жерден бидай шығара алмаймыз ба? Бидай. Өзіміздің бидай. Өмір адамдарды жеңілу үшін емес, жеңу үшін күресуге міндеттейді.